Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ет асудың басқаша бір әдісімен бөлісетін боламын. Бұл тағам түрін Маңғыстауда көп дайындайды. Сондықтан да видеомды өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен әрине етімізді жақсылап жуып аламыз. Етіме бұл жерде бас сирақты да қосып жіберетін боламын. Кейбір адамдар бас сирақты құйқаның дәмі шығады деп бөлек қайнатып жатады. Бірақ өзіміз құйқаны сүйіп жейтін болғандықтан барлығын етпен бірге қосып қайнататын боламын. Бұл етке пәтір салып жасайтын болғандықтан ең майлы деген жерлерін алдым. Майынан да қосып жасаймын. Сондықтан да барынша майлы жерлерін осындай пәтір нанға қосасыздар. Неке қазанымды отқа қойып жібердім. Енді қайнаған бойда көбігін алуды ұмытпаңыздар. Кейбіреулер қазанның бетіне жиналған көбікті сорпаның кірі зиянды деп ойлайды. Мен бұл оймен келіспеймін. Оның өте қарапайым жауабы мөлдір таза сорпаны алу деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды төменге жазып қалдыруға болады. Енді тұздығына бір жуамды турап дайындап қоямын. Жуаны жалғыз тұздығына ғана емес, қазанға да етке қосып салып жіберетін боламын. Неке біздің сорпамыз қайнады. Енді барлығын осындай сүзгішпен барлық көбіктерін алып тастаймыз. Көбігін алып болғаннан кейін мен осылай ет асқан сайын бір жуаны осылай салып жіберемін. Өйткені сорпаға өте ерекше дәм беретін болады. Неке енді ең маңызды жері ол етіміздің қамыры. Бұл жерде мен пәтір қосып жасайын деп тұрмын. Пәтірді кейбір жерлерде қаттама нан деп те айтады. Қаттама нанның жасалу жолы менің каналымда бар. Төмендегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Неке жуамызды осы нанның арасына барлығын араластырып қоямыз. Қазандағы етіміз қайнап жатқанда қайта-қайта аударып қоюды ұмытпаңыздар. Етіме аздап қана тұз салдым, өйткені менің етім тұздалған болғандықтан. Дәміне қарай аз мөлшерде қостым. Етіміз пісуге жарты сағат қалғанда осылай дайындап алған картошкамды, асқабағымды салып жіберемін. Неке қараңыздар, біздің картошкамыз, асқабағымыз езілмей өзінің бабында пісіп шықты. Енді осындай сүзгіш қасығымыздың көмегімен барлығын сүзіп аламыз. Енді манағы дайындап алған пәтірімізді дәл осылай ет табағымызға қойып шығамыз. Енді барлығын салып алғаннан кейін қайнап тұрған сорпамызды осы нанымыздың үстіне құйып шығамыз. Етіміздің майы сорпаның бетіне шығып тұр, сондықтан да барынша майлы жерлерден құямыз. Бұл тағам отбасымызға қатты ұнайды. Кейде еттің қамырында жайып саламын, кейде осылай сағынған кезде осындай пәтір нанды да салып жасап беремін. Дәмін енді жеп көрген адам ғана түсінеді. Өте керемет болып шығады. Отбасыларыңызға осындай ерекше тағам жасап көріңіздер. Ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!